Қалмақ Қытай соғысы, Тумул қырғыны, ойраттардың Қытай отарлауының тоқтатуы. Қытайдың Мин империясы Шыңғысхан ұрпақтары құрған Юань мемлекетін талқандап, ығыстырып, көптеген көшпенді халықты қырып жіберіп, жерлерін тартып алып отырды. Қазіргі Батыс Моңғолияда тұратын ойраттың Есен тайшысы Қытайдың бұл ісіне келіспейді. 1449 жылдың жазында ойрат Есен тайшы басқарған 20 мыңдық ойрат әскері Қытай жеріне басып кіріп, 3 топқа бөлініп, Бейжіңге қарай жылжыды. Шайқас 1449 жылы 1 қыркүйекте қазіргі Хэбэй провинциясындағы Хуайлай тауының оңтүстік батысындағы Туму аймағында болды. Мин әулетінің ұлы министрі Ван Чжэннің көндіруімен 22 жасар Чжу Цзичжэн патша 500 мың сарбаздан тұратын үлкен әскер жинап, жеке өзі ойраттарға қарсы жорық жасады. Чжу Цзичжэн патшаның қасында Ван Чжэн бастаған тәжірибелі 20 генерал және басқа да көптеген министрлер болды. Көп тоқтаусыз жауған жаңбырдан әлсіреген Қытайдың 500 мың әскерін ойраттың 20 мың қолы қоршап алып қырып жіберді. Ван Чжэн уәзір қаза тауып, император мен көптеген сарай қызметкерлері ойраттарға тұтқынға түсті. Чжу Цзичжэн хан ойраттарға 4 жыл тұтқын болды. Бұл ойраттардың жеңісі Қытайдың Моңғолия және Шығыс Түркістанды отарлауды 5 ғасырға шегіндірді. Сол жеңістен кейін ойраттар жеңілмейтін ең мықты жауынгер халықтың біріне айналды. Тек олар Қазақ хандығынан жеңіліп, әлсіреп, бірнеше 10 жылдан кейін қайта күшейіп тұрды.